Қазір ақпараттық технологияның заманы, ақылды техника барлық салада кездеседі. Кейбірінде тіпті маманның орнын басты. Енді адамның бұйрығын адам ғана орындамайды. Ол үшін ғалымдар мен өнертапқыштар түрлі жүйемен жасанды интеллектті ойлап тапты. Сондай адам өмірін жеңілдететін инновациялық құралдың бірі дауыс көмекшілері. Ғылымның бүгінгі шығарылымында оларға кеңірек тоқталамыз. Дауыс көмекшісі дегенде есімізге бірден Siri түседі. Ол қоңырау шалу, хабарлама жіберу сияқты қарапайым тапсырмалардан бастап, әуен қосу, келген хабарламаны оқып беру тәрізді бұйрықтарды да бұлжытпай орындайды. Дегенмен уақыт өте келе нарық кеңейді. Siri'дің қатарына енді Alexa, Alexa сияқты жаңа көмекшілер қосылды. Дауыс көмекшілері қазір ай сайын жаңарады. Толыққанды қолданысқа 21 ғасырда енгенмен оның тарихы өткен ғасырдың 30 жылдарынан басталады деуге негіз бар. Гомер Дадли есімді Америка инженері 1928 жылдан бастап адамның дауысы тәрізді дыбыс шығаратын аппарат жасау жолында еңбектене бастады. Ол үшін дыбыс фильтрі мен электромеханикалық қондырғыларды қолданды. Ақыры 1937 жылы әлемдегі алғашқы дыбыс синтезаторын жасап шығарды. Электрониканың көмегімен дауысты тану жүйесін жасаумен әлемде алғаш болып кеңес физигі Лев Мясников айналысты. Оның бұл бағыттағы ізденісі техникалық фонетика атты докторлық диссертациясында көрініс тапты. Оның 1939 жылы жасаған тану аппараты бірнеше дауысты және дауыссыз дыбысты ажырата алды. Физиктің бұл жаңалығы осы бағыттағы зерттеу жұмыстарының дамуына айтарлықтай ықпал етті. Дыбыстану аппаратын жасауға бағытталған қадамдар екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңде де жалғасты. 1952 жылы 1-ден 9-ға дейінгі аралықтағы сандарды ажырата білетін құрылғы таныстырылды. Ол телефонның көмегімен жұмыс істеді. Оператор санды айтады, ал аппарат өзінде бар үлгілерге қарап оны таниды. 1962 жылы америкалық компаниялардың бірі компьютер жасап шығарды. Оған енгізілген технология 10 санды, 16 ағылшын тіліндегі сөзді және 6 арифметикалық тізбекті ажыратты. 80-ші жылдары дыбыс жүйелері 1000 сөзге дейін түсінді, ал олардың тану дәлдігі 80-90%-ке дейін жетті. Бұл бағыттағы зерттеулерге ден қойған мемлекеттерде жыл сайын көбейіп отырды. Бірінші орында Америка мен Қытайды қойға болады. Осы мемлекетте көп деген ресурстар бөлініп жатыр. Осы жасанды интеллект бойынша бағыт бойынша жүру үшін. Және де тағы да басқа еуропалық мемлекеттерді айтып кетсек болады. Германия сияқты, Англия сияқты. Және де осы Азияда кейбір мемлекеттер бар, тағы дамыған Қытаймен бірге, мысалы Япония, Корея, Сингапур сияқты. Осы мемлекеттер менің ойымша ең алда. 21 ғасырда дыбыстық технология жасауға алпауыт цифрлық компанияларда кірісті. Мәселен, 2001 жылы тұтынушыға мәтінді дауыс арқылы теру қызметі ұсынылды. Араға бір жыл салып әйгілі іздеу жүйесі Voice Search, яғни интернеттегі іздеу қызметін іске қосты. Ал біз бағдарламаның басында айтқан Siri 2007 жылы пайда болды. Бастапқыда дыбыстық мәзір қызметін атқарып, телефон иесімен диалог орнатуға ғана жараған технологияны 2010 жылы танымал америкалық корпорация сатып алды. Әлемдегі танымал дыбыс көмекшілерінің бірі Alexa виртуалды ассистенті. Бұл сымсыз дыбыс қондырғышының көмегімен жұмыс істейтін ақылды жүйе. Оны іске қосу үшін Alexa десеңіз жеткілікті, әрі қарай оған бұйрық бересіз. Ол 7 микрофонмен жабдықталған, сондықтан адам дауысын анық естіп таниды. Алексаны дауыс арқылы басқара отырып музыка, подкаст және аудио кітап тыңдауға болады. Бұдан бөлек ақылды жүйе қолданушыға ауа райы, жолдағы кептеліс сияқты пайдалы ақпараттарды ұсынады. Тіпті оның көмегімен смарт пәтерді басқаруға мүмкіндік бар. Тұтынушылар уақыт өте келе оны жаңартып, басқа да қызметтерді жүктеуіне болады. Атауы Алексаға ұқсайтын тағы бір дауыс көмекшісі бар. Ол Алиса деген сөзден соң іске қосылады. Бастапқыда телефонға арналған қосымша ретінде әзірленсе, кейін өз алдына сымсыз жұмыс істейтін қондырғыға айналды. Бұл жүйенің басты мақсаты айтылған аудионы текстке айналдыру. Оны текстке айналдырдан кейін, ол жерде басқа бір жүйе болады, компонент. Ол оның мағынасын түсінуге тырысады. Бұл бұйрық не бұйрық бұл деген? Ауа райын сұрап жатыр ма? Басқа телевизордың басқа каналын қосып жайып жатыр ма? Немесе басқа бұйрық. Одан кейін сенен кейін басқа жүйе ол бұйрықты орындайды. Оны орындағаннан кейін бұйрыққа байланысты ол қарайды, ол жауап беру керек па екен деп. Егер ол жауап беру керек болса, мысалы сіз сұрасаңыз, ауа райы қандай Нұр-Сұлтанда? Ол жауап беру керек сізге, да? Немесе дисплейден көрсету керек. Егер жауап берсе, онда тағы да бір жүйе бұл деген текстті аудиоға айналдыру керек.
Жалпы мұндай виртуалды көмекшілердің жұмыс істеу принципі ұқсас. Адам сөйлегенде гаджет дыбыс толқындарын ғана естиді. Оны ақпаратқа айналдыру үшін дыбыстану және синтез технологиялары іске қосылады. Әуелі дауыс бөгде дыбыстардан тазартылады. Содан соң сандық форматқа ауыстырылып, түсіну оңай болу үшін бірнеше бөлікке бөлінеді. Соңғы кезеңде жиналған мәліметтер сарапталады. Бұл компоненттер қалай жұмыс істейді? Бұлар деген ақылды жүйе деп айтамыз оларды. Қазіргі уақытта машиналық оқыту, машинное обучение деген технологиялар өте қатты дамып жатыр. Бұл технологиялар терең оқыту, яғни глубокий обучение деп айтамыз ғой, осы методтарды қолданып жүзеге асырады. Біздер қазіргі уақытта біздің университетте тек қана сөзді текстке айналдыратын және тексті сөзге айналдыратын осы компоненттерді істедік. Оның ортасында тұратын компоненттерді біз оған енді керіп жатырмыз. Қазір дауыс көмекшілері көбіне ағылшын, орыс, қытай, неміс тілдерін таниды. Жуырда қазақстандық IT компаниялардың бірі қазақша түсінетін және сөйлейтін жүйені жасап шығарды. Ол да сымсыз дауыс қондырғысы арқылы басқарылады. Мен виртуалды көмекшімін. Менің атым Сәлем. Қазақша сөйлейтін виртуалды ассистентке тұтынушы көптеген сұрақ қоя алады. Әрі олардың көбіне дауыс көмекшісі жауап береді. Мәселен, Сәлем, бүгін ауа райы қандай деп сұрап көрсеңіз, ақылды жүйе сізге бұлай деп тіл қатады. Далада жаңбыр жауып тұр. Қол шатырыңды ұмытпа. Бұдан бөлек ассистент сізге қажетті пайдалы ақпаратты интернеттен тауып береді. Тек керек дүниеңізді техникаға анық түсінікті тілмен жеткізсеңіз болғаны. Сәлем, сәбіздің бағасы қанша? Ойбуй, қымбаттап кетті ғой. Килограмма базарда 400 теңге. Жүйені жасап шығарған компания биометрия, дауысты тану және синтездеу, үлкен көлемдегі аудио және видео файлдарды сараптау және интеллектуалды өңдеумен айналысады. Қазір ол қазақ тілді тұтынушыларға қызметтің бірнеше түрін ұсынып отыр. Біздің ең алғашқы жасап шығарған технологиямыз ол speech to text, яғни аудио файлда жазылған әңгіменің барлығын мәтінге айналдыру. Бұл негізінде басқа елдерде, басқа орыс тілінде, ағылшын тілінде бар. Тек бізде қазақ тілінікі болмады. Біз бұл технологияны 2018 жылдан бастап жасап келе жатырмыз. Технология жұмыс істеу үшін датасет, яғни адамдардың дауысы бар база жинақталады. Ол үшін Telegram бот қолданылды. Бір мәтінді бірнеше қолданушы оқып жіберуі мүмкін. Бұл адамдардың сөйлеу ерекшелігін ескеріп, жүйенің қазақ тілін түсіну аясын барынша кеңейту үшін жасалды. Сәлем, қалайсың? Менің атым Сержан. Мен бүгін интервью беріп жатырмын. Транскрибировать нүктесін басамыз. Жүйе дауысты таныды, оны дауыстап оқыды. Арада бірнеше минут өткен соң аудиофайл мәтінге айналды. Пунктуациялық белгілерді ескермесек, сөздер қатесіз жазылған. Сәлем, қалайсың? Менің атым Сержан. Мен бүгін интервью беріп жатырмын. Жүйе көлемді аудиофайлдарды да өңдей алады. Бұл әсіресе мәтінмен көп жұмыс істейтін мамандарға аса қажет дүние. Сіздерге біз көмек ретінде осы сайттың ішінде жаңағыдай функцияны қостық. Annotation tool деп аталады. Мысалға, сіз диктофонға интервьюңызды жазасыз. Сосын жазғасын сол файлды аласыз да, осында бізге жүктейсіз. 1 сағат болсын, 2 сағат болсын, барлығын осылай мәтінге айналдырады. Сосын сіздің почтаңызға лақтырып жібереді, немесе осында жүктеп алсаңыз болады. Мынау біздің сайтымыз speech.kz деп аталады. Бұның ішіне кіріп қолдануларыңызға болады. Кез келген адамға және тегін. Жобаның бірі ерекшелігі арнайы базаға Қазақстанның және шетелдің әйгілі өнер адамдарының дауысы жазылған. Сіздің даусыңыз олардың қайсына ұқсайды, оны да анықтауға мүмкіндік бар. Бірақ әуелі бір-екі сөйлем айтып, даусыңызды жазып алу керек. Мен де байқап көрейін. Хабар 24 арнасынан ғылымда қарай жүріңіздер. Менің даусым Леонардо Ди Каприо, Қайрат Нұртас, Том Хэнкс сияқты әртістерге келіңкірейді екен. Ескеретін жайт, технология әлі жетілдіріп жатыр. Сондықтан 100% ұқсастық әзірге болмайды. Бұдан бөлек сайтта мәтінді аудиофайлға айналдыруға да мүмкіндік бар. Бұның қолдану аясы өте кең. Сіз бұны ақылды колонкада қолдануға болады, кітаптарды немесе көптеген әртүрлі мәтіндерді дыбыстауға, мысалы аудио кітаптар, немесе вокзалдарда, немесе аэропорттарда хабарламаларды автоматты түрде синтездеп береді. Яғни сол жерде арнайы отырған адамдарды алмастыруға болады.
Қазір компания тағы бір технологияны жетілдіріп жатыр. Ол тілді, нақтырақ айтсақ, мәтіннің мағынасын дұрыс түсінумен байланысты. Мәселен, сіз ақылды қондырғыдан бүгін қандай жаңа оқиғалар болды деп сұрасаңыз, ол сіздің сауалыңызға орай жауап беруі тиіс. Қазір компания мамандары бұл бағытта жұмыс істеп жатыр. Ай бәркелді Мұрат. Сәтті күн тілеймін. Бүгінге бар айтарымыз осы. Хабар 24 арнасында ғылымды қарай жүріңіздер.